Әмеңгерлік 3 бөлім. Сол күні қайныным Айдос ашуланып шығып кеткеннен, үйдегі кісілердің барлығы тараған соң түннің бір уағында келді. Мен ас бөлмеде жалғыз өзім шай ішіп отыр едім. Екі балам кезек-кезек емеді, сол себепті тез қарным ашып кете беретін. Асқа тәбетім тартпаса да, балаларыма сүт керек. Содан түннің бір уағында тұрып, тамақ жеп, шай ішіп жүретінмін. Айдос үйге кіріп, ас бөлмеде отырған мені көрді де, бұрылып осында келді. Мен үнсіз ғана шайымды ішіп отыра бердім. Сөйтіп едім, Айдос маған қарама-қарсы орындыққа отырып, «Неге ұйықтамай отырсың?» деді. «Ұйқы қашқалы біраз болды ғой», деп едім, үндемей отырды да, «Күмісай жеңше, мен сені де, кішкентай інілерімді де жақсы көремін. Бірақ саған ешқашан әйелім ретінде қарай алмаймын. Жасын менен кіші болса да, жолың үлкен. Мен үшін сен жеңгемсің. Солай болып қала бересің. Ағам кеткенімен сені бұл үйден ешкім қуып жатқан жоқ қой. Балаларыңмен тұра бер. Барлығымыз саған көмектесіп тұрамыз», дейді. Мен, «Жақсы Айдос, шаршаған боларсың. Барып ұйықтасаншы», дедім де, орнымнан тұрып өз бөлмеме кетіп қалдым. Бөлмеме кірген соң тағы да дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Ата-анам бүгін де бекарыстың жүзіне үндемей келді де кетті. Олар неге үнсіз жүр екен? Мен мұнда күйеуімсіз қалай тұра бермекпін? Не алып кетеміз демейді. Енді не істеймін? Өзім мен балаларым қалай болады екенбіз? Бекарыс қалай ғана бізді тастап кете бардан? Деп күйеумен алып, көңілім босап, жолдасымның жастығын құшақтап солқылдап жыладым. Түндерде жарымды қатты сағынатынмын. Оның ыстық құшағынан сайтынмын. Қойнында жатып еркелейтін күндері есіме түсетін. Жымиған бейнесі көз алдымнан кетпейтін. Кей кезде түндерде кірпік ілмей күйеуімді ойлап таң аттыратынмын. Көзім шүңірейіп, өнім бозарып, үнемі басым ауырып, мензен күйде жүретінмін. Үйдегілер мені барынша қолдауға тырысатын. Атам мен енем күндіз екі баланы екеуі бесікке салып алып, екі жақта тербетіп отыратын. Енем, «Біз балаларды өзіміз ұйықтатамыз. Сен барып кішкене ұйықтап демалып алсаншы. Көзің шүңірейіп барады. Түнімен ұйықтамай шаршаған боларсың», деп жаны ашып тұратын. Ата енем обалы не керек? Туған әке-шешемдей болып кетті. Осылай жүргенімізде бір күні атам мен апам барлығы отырып, әмеңгерлік мәселесін тағы да қозғады. Қайнатамның айтуынша, менің әке-шешем бұл істен хабарлары бар екен. Кешегі жолы атам әкеммен сөйлескен екен. Олар қарсы болмапты. Сөйтіп баталарын беріп кеткен екен. Алайда Айдос қарсы сөйлей бастап еді, атам, «Әй балам, сен үйленбесең жарайды, қоя салшы. Алайда мен қос немеремді жатқа жібермеймін. Ағаларының көзін, оның артындағы тұяғын жетімсіретпей, өз үйлерінде, мына апан екеуміздің жанымызда өсіремін. Сен қоя сал, Кенжебекті некелестіреміз», дегенінде Айдостың аузы ашылып қалды. Ал Кенжебек үндемей, сабырлы қалпын сақтап отыр. «Айдос, міндетті түрде үйленуіміз қажет пе? Ешкім жеңгеме кет деп жатқан жоқ қой, осында тұра берсін. Біз әрқашан көмектесіп тұрамыз», дей беріп еді енем. «Айдос, олай болмайды. Ертеңгі күні кім бар, кім жоқ, бір Құдай біледі. Балаларға әке керек. Сендер олардың туғанысыңдар, өз әкесіндей бола аласыңдар», деп енем сөзін аяқтай алмай жылап қалды. Осы кезде көп сөйлей бермейтін Кенжебек, «Мен жеңгемді де, балаларды да өз қамқорлығыма аламын. Оларды ешқашан тастамаймын. Мен үйленемін. Осымен сөз бітті. Ертең екеумізді қиғызыңыздар», деп тоқ еткізді. Мен аң-таң болып қалдым. Атам мен апам Кенжебектің бұл шешіміне риза болып қалғандай, жүздерінен бір қуанышты байқағандай болдым. Бөлмеме келген соң ішім алай-дүлей болды. Қорқыныш, уайым, бір белгісіздік. Сөйтіп ертесінде атам бір қойды сойып үлкен аталарымыз бен ең жақын деген атамның туыстары мен жақын араласып жүрген бір-екі көршілерді шақырып, бір тамақ жасап, Кенжебек екеуміздің некемізді қиғызып үйлендірді. Сол түні қайным екеуміз бір бөлмеде ұйықтағанымыз болмаса, Кенжебек маған саусағының ұшында тигізген жоқ. Екеуміз бір-бірімізден қысылатынбыз. Ол өзі көп сөйлемейтін тұйық жігіт. Менен 2 жас қана кішілігі бар еді.
Кенжебек сыртқа ешқандай эмоцияларын білдірмейтін, үндемей бір қалыпты жүре беретін жігіт еді. Ал мен іште амалсыздан көндіккеніммен бұл жағдайға өз-өзімнен, үйдегілерден, тіпті көршілерден қатты қысылатынмын. Содан кіші қайныніме әмеңгерлік дәстүрмен тұрмысқа шығып тұрып жаттық. Әркім баяғыдай өз шаруасымен айналысады. Мен де сол үй тіршілігі, балаларымды қараймын. Кенжебек екеуміздің ара қатынасымыз қайны мен жеңге секілдіміз. Түнде бір бөлмеде жатқанымыз болмаса, бір-бірімізге жақындамаймыз. Алайда мен үшін жалғыз жатқаннан жанымда қайнымның пысылдап, ұйықтап жатқаны көңіліме бір тыныштық сыйлайтын еді. Кейде балалардың бірі қыңқылдап, екіншісін емізіп үлгермей жатсам, Кенжебек тұрып, екіншісін аяғына жастыққа салып, емізгенін беріп тербетіп жұбата тұратын. Жанымда үнемі көмектесіп болысып жүретін. Кейде түндерде баламды емізіп отырып, ұйықтап жатқан қайныма зер салып үніліп қарайтынмын. Бекарысқа қарағанда Кенжебек кен иықты, мығым денелі, шымыр жігіт еді. Мінезі де салмақты болатын. Жүзі күнге күйген. Үстінен өзінің ердің иісі шығып тұратын. Кенжебек үнемі жуынып шайынып таза жүретін. Әтір сеуіп сыланбайтын. Кейде ұйықтап жатып, ары-бері аунақшып жатқанда қолы денеме тиіп кетсе, тұла бойым шымырлап, дір ете қалатынмын. Дегенмен бетім ашылған әйелмін. Күйеуім қайтқалы жарты жылға жуықтап қалды. Жас тәнім еркектің жылуынан сайтын. Сөйтіп бір күні нәпсінің жетегіне еріп, қайнымның қойнына өзім кірдім. Кенжебек таңданбады. Өзін осыған дайын болғанша күтіп жүредім. Енді сен менің толыққанды әйелімсің, деп сол түні қайныммен жанымыз да, тәніміз де қауышып, қайнымның қапсыра құшып, ыстық құшағында еріп бара жатқандай едім. Ендігі қайныным Кенжебек екеуміз нағыз отбасы болып тұра бастадық. Бұрындары байқамаған екенмін. Қайныным орта білімді болғанымен кітапты көп оқиды екен. Жан-жақты өте білімдеді. Маған рухани тұрғыдан көп қолдау көрсете бастады. Балаларға да ерекше мейіріммен қарасатын. Екеуміз ерте тұрып сиыр саууға, мал қораға барамыз. Ол бұзауды еміздіріп, байлап, мен сиырларды сауып болғанша жанымда тұрады. Әңгіме айтып, көңілімді аулайды. Оның күлкілі әңгімелеріне мен жымиып күлемін. Жүзіме қан жүгіріп, ақырындап оңала бастадым. Тұйық мінезді деп жүрген Кенже оқыған, тоқығаны көп, сырлы сандық секілді. Біздің қарым-қатынасымыздың жақсарып, ерлі-зайыпты секілді болып жүргенімізді ата-енем де, айналадағы көршілер де байқай бастады. Тек Айдос қана бізге біртүрлі қарайтын. Оның көзқарасынан сендер сатқынсыңдар, Бекарысты ұмытып, екеуін ыржың-тыржың етіп жүресіңдер, дейтіндей біртүрлі жақтырмай сөгіп қарайтын секілдеді. Осындайда өз бөлмеме кіріп, ойға шомылатынмын. Мен шынымен сүйгенім Бекошымды ұмыттым ба? Амалым қанша? Тағдырымыз осылай болды ғой, деп өз-өзімді ақтағандай болатын едім. Алайда Кенжебектің жанында бар қайғы-мұнымды ұмыта бастағандай едім. Балаларыма емірене қарап, еркелетіп, өмірдің ағымымен жүріп жаттық. Осылай уақыт сырғып өтіп жатты. Балалар өсіп, Бекоштың жылдығасын бердік. Ас өткен соң, арада бір ай өткен соң, Айдос аяқ астынан үйленемін дегенінде барлығымыз таң қалыппыз. Сөйтсек, несіне таң қаласыңдар? Жасым болса ұлғайып келеді. Бұрыннан ұнатып кездесіп жүрген қызым бар. Енді үйленемін бе деп жүргенде, ағам қайтыс болып, енді жылы өтсін деп жүрген болатынбыз. Дегенінде барлығымыз бір-бірімізге қарап, Айдостың жағдайын үнсіз ұққандай болдық. Айдостың қалыңдығы көрші ауылда мектепте мұғалім болып жұмыс істейді екен. Екеуінің кездесіп жүргеніне біраз уақыт болған екен. Қалыңдығы осынша уақыт Айдосты күтіп жүргеніне қарағанда, оны қатты жақсы көреді екен-ау, деп ойлап қойдық. Сөйтіп Айдос қалыңдығын алып қашып келіп, ауылдағыларға беташар ғана жасап қоя салдық. Айдостың өзі осылай шешті. Сонымен абысынды болдым. Біртүрлі қызық еді. Бекарысқа тұрмысқа шыққанымда осы үйдің үлкен келіні едім. Әмеңгерлікпен Кенжебекке қосылып, енді кіші келін болдым. Айдос үйленген соң қолым ұзарып қалды. Бос уақытым пайда болды. Балаларға енем қарасатын. Көбіне атам екеуін жандарына ертіп алып,
Анда-мұнда қонаққа кеткенде алып кететін. Балаларым да сол кісілерден қалмайтын. Кейіннен солардың жандарында жататын болды. Біз Кенжебек екеуміз оңашаланып қалдық. Қайныным қызуқан деді. Жауырыны қақпақтай шымыр жігіт болатын. Мен оның құшағында өзімді құдды қуыршақтай сезінетінмін. Жас айырмашылығымыз уақыт өте мүлде білінбей кетті. Кенже мені еркелетіп, көңілімді аулап, бекарысты ұмытуыма себепкер болды. Тіпті күн санап оны жақсы көріп бара жатыр едім. Осылай жүргенімізде бір күні Кенже, "Күмсай, сен оқи алмай қалдым" деп айтқаның бар еді ғой. Әлі де оқып бір мамандық иесі бола аласың ғой. Оқимын десен, қалаға барып құжат тапсырып көрейік те, дегенде мен таңдана ойланып қалдым. Білмеймін ғой, атамдар не дейді екен? Балалар бар, деп едім. Кенже, олармен өзім сөйлесемін. Бастысы сен оқысан болды. Үйде жеңгем бар. Балалар бәрібір ата-апасының жандарынан шықпай жүреді. Сен де оқып алсан, абысының секілді жұмыс істейсің. Қашанғы сиыр сауып үй шаруасымен жүре бересің. Жұмыс істегенін өзіне де бізге де жақсы болар еді, деп күліп қояды. Ойлана келсем, Кенженің бұл ұсынысы құптарлық екен. Сөйтіп ата-енемен сөйлесіп едік, атамдар да бізді құптай кетті. Мені оқытатын болды. Сонымен Кенже екеуміз менің құжаттарымды реттеп қалаға барып, медициналық колледжге оқуға тапсырдым. Қала біздің ауылға жақын болатын. Күнде қатынап барып келіп оқитын болдым. Көңілім алабұртып, қуаныш көкейімді кернеді. Оқысам деген арманым орындалатын болды. Сөйтіп ақырындап оқуға дайындала бастадым. Жалғасы бар.